Мен Жанар Қажымғали, дауыс қою бойынша тренер, сіздерге 5 минуттық жаттығу ұсынбақпын. Бұл жаттығу сіздердің табиғи дауыстарыңызды қалпына келтіреді. Ал бастайық. Бастамас бұрын сіз дәл осындай видео хабарлама өзіңізге дейін жазып алыңыз. Кейін жаттығудан кейін тағы да жазып, салыстырмалы түрде өзіңіздің дауысыңыздың қалпына келгенін байқайсыз. Бастайық. Ең әуелі диафрагмамен ауа алып, 30 рет демаламыз. Ол күшіктер секілді демалу деп аталады. Дәл осылай 30 рет жаттығу жасаған соң артикуляцияға көшеміз. Артикуляция тілімізбен 10 реттен оңға және солға айналдырамыз. Мен сіздерге қысқа ғана көрсетіп жатырмын. Келесі қайта диафрагмаға көшеміз. 30 рет қайта ауа алып шығарамыз. Бұл жаттығуда басыңыз сәл айналуы мүмкін, сондықтан да арасында үзіп-үзіп артикуляция мен дикцияны араластыра отыра жаттығуды бердім. Келесі бізде дикция. Ырла, ырле, ырла, ырло. Ырла, ырле, ырла, ырло. Ырла, ырле, ырла, ырло. Ырла, ырле, ырла, ырло. Дәл осы жаттығуды 15 рет жасайсыз. Қайта диафрагмамен демаламыз. Келесі артикуляция. Ернімізді оңға, солға 10 реттен айналдырамыз. Дәл осылай 10 рет жасап болған соң қайта диафрагмаға көшеміз. Келесі дикцияға жаттығу. 15 рет. Кыпыта, кыпыти, кыпыте, кыпыта. Кыпыта, кыпыти, кыпыте, кыпыта. Кыпыта, кыпыти, кыпыте, кыпыта. Кыпыта, кыпыти, кыпыте, кыпыта. Дәл осы жаттығудан кейін міндетті түрде өзіңізге видео хабарлама жазып, даусыңызды тексеріп көріңіз. Табиғи даусыңыз қалпына келді ме? Жаза отырыңыз. Сіздермен бірге болған мен, Жанар Қажымғали, дауыс қою бойынша тренер. Мастер-класста сіздерді күтемін. Осындай практикаға толы мастер-класс сіздерді күтеді. 12 шілде күні қапы қалмаңыз.